Сәлеметсіздер ме менің құрметті тыңдармандарым? Менің әңгімем ұнап жатса лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Рахмет. Қайраттың өмірі бір-ақ күнде өзгерді. Ол бір кездері табысты кәсіпкер, отбасының тірегі еді. Алматының орталығында кеңсесі, қала шетіндегі зәулім үйі, сәнді көлігі бар болатын. Бірақ бизнесіндегі бір қателік, серіктестерінің сатқындығы, қаржылық дағдарыс, бәрі оны шыңнан жерге құлатты. Қарызға белшесінен батқан ол банктерден, несие берушілерден қашып, ақырында үйінен айырылды. Ал әйелі ұлын алып кетіп қалды. Қайраттың қолында түк қалмады. Осылайша ол бір күнде үйсіздің қатарына қосылды. Кешегі миллионер енді Алматының суық көшелерінде түнеп аштықтың не екенін шынайы сезіне бастады. Алғашқы айлар өте ауыр өтті. Күн суық, ал қарны әрдайым аш болатын. Ол таныстарынан көмек сұрады, бірақ көбі сырт айналды. Өйткені адамдар сәтсіздікке ұшыраған адамнан алшақ болғысы келеді. Көшеде өмір сүру қиын еді. Ол кейде қоқыстан тамақ іздеді, кейде мешіттерден тегін тамақ алып жүрді. Бір күні ол Алматыдағы ескі саябақта орындықта отырып, өзін жоғалтқандай күй кешті. Оның көзінен жас ақты. Мен шынымен де біттім бе? Осылай өлгенім дұрыс па? Ол орнынан тұрып, өзіне қол жұмсауды ойлады. Бірақ сол сәтте бір қария жанына келді. Балам, өмірден түңілме. Сен әлі де қайта тұра аласың. Қайрат басын көтеріп оған таңдана қарады. Менде ештеңе қалған жоқ. Қалай қайта көтерілемін? Байлық тек қалтаңдағы ақшамен өлшенбейді. Ол сенің басыңда, ойыңда. Егер сен өзіңді бақытсыз деп санасаң, солай боласың. Егер жеңімпаз деп санасаң, бәрін өзгерте аласың. Бірақ менде ештеңе жоқ. Қария күлімсіреді. Сенің ең құнды қазынаң бар, миың. Егер оны дұрыс қолдансаң, қайтадан шыңға шығасың. Қайраттың жүрегінде әлсіз үміт оты тұтанды. Қалай? Кел, мен саған көмектесейін. Бірақ бір шартым бар, ешқашан берілме. Қария Қайратқа шағын асханадан жұмыс тауып берді. Алғашқыда бұл өте қиын болды. Ол бұрын миллиондар айналдырған адам еді, ал қазір үстел сүртіп, ыдыс жуып жүр. Бірақ ол бұған шыдады. Күн сайын жұмыс істеп ақша жинай бастады. Ол өзін қайта тәрбиеледі. Өткендегі қателіктерін талдап, болашаққа жоспар құрды. Бір күні кафеге бір бай кәсіпкер келді. Қайрат оған ерекше қызмет көрсетті. Ер адам оның жұмысқа деген ынтасын байқап. Сен бұрын қандай іспен айналыстың? Деп сұрады. Кәсіпкер болдым. Бірақ бәрінен айырылдым. Онда сен маған керексің. Менеджер болып жұмыс істегің келе ме? Қайрат ойланбастан келісті. Жаңа жұмыста Қайрат өз білімін пайдалана бастады. Ол нарықты зерттеп кәсіпкердің бизнесін жаңа деңгейге көтеруге көмектесті. Ал бірнеше айдан кейін ол өз идеясын жүзеге асыруға бел буды. Өзінің соңғы жинаған ақшасына интернет дүкен ашты. Қытайдан арзан тауар әкеліп Қазақстан нарығына сатуды бастады. Басында қиын болды. Ол күндіз-түні жұмыс істеді, жарнама жасады, тапсырыстарды өзі жеткізді. Алғашқы айларда пайда мардымсыз болды. Бірақ Қайрат берілмеді. Бір жылдан кейін оның бизнесі тұрақты табыс әкеле бастады. Ал 2 жылдан кейін ол қайтадан миллионер атанды. Қайрат енді бай әрі табысты адам еді. Бірақ ол өзінің өткенін ұмытқан жоқ. Бір күні ол өзін тастап кеткен әйелімен кездесті. Сен өзгеріпсің, Қайрат, деді әйелі ұялып. Өмір адамды өзгертеді. Бірақ мен саған ренжімеймін. Сенің өз таңдауың болды. Баламыз сенімен кездескісі келеді. Қайраттың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол ұлын жылдар бойы көрмеген еді. Кездесу күні келгенде ұлы оған жүгіріп келіп. Әке. Қайрат ұлын құшақтап көз жасын тыя алмады. Балам, мен қайтып келдім. Қайрат өткен өмірін ұмытқан жоқ. Ол өзі секілді қиындыққа түскен адамдарға көмектесуді шешті. Ол қайырымдылық қорын ашып, үйсіз жүргендерге жұмыс табуға көмектесті. Жастарға кәсіпкерлік жөнінде лекциялар оқыды. Бір күні оның жанына жас жігіт келіп, аға, мен бәрінен айырылдым. Маған көмектесе аласыз ба? Қайрат күлімсіреп,
бір ғана сұрағым бар. Өміріңді өзгертуге дайынсың ба? Дайынмын. Онда мен саған мүмкіндік беремін. Бірақ бір шартым бар, ешқашан берілме. Қайраттың оқиғасы ешқашан берілмеудің, табандылық пен сенімнің үлгісі. Қайраттың өмірі қайта қалпына келіп қана қойған жоқ, ол бұрынғыдан да биікке көтерілді. Енді ол жай ғана бай адам емес, үлкен бизнес империяның иесі атанды. Ол жаңа салаларды зерттеп, жылжымайтын мүлік, логистика, тіпті ауыл шаруашылығына инвестиция салды. Бірақ ол ешқашан қарапайым адамдармен байланысын үзген жоқ. Көшедегі үйсіздерді көргенде өз басынан өткен қиындықтар есіне түсіп, оларға көмектесуге тырысты. Бір күні ол өзінің қайырымдылық қоры арқылы көмек сұраған бір үйсіз адаммен кездесуге барды. Ол жерге келгенде жүрегі дүрсілдеп кетті. Оның алдында баяғыда өзі сияқты далада қалған адам тұрды. Аға, сіз мені танымайсыз, бірақ мен сіздің оқиғаңызды оқып шықтым. Егер сіз қайта көтеріле алсаңыз, мен де жасай аламын деп ойладым. Қайрат оның көзіне қарап таныс бір сезімді көрді, бұл үміт еді. Мен саған көмектесемін. Бірақ бір ғана шарт бар. Ешқашан берілме, деп үйсіз адам күлімсіреп жауап берді. Қайрат басын изеді. Онда жұмысқа кірісейік. Қайрат енді байлықты емес, адамдардың тағдырын өзгертуді мақсат етті. Ол өмірінде бірінші рет ақшаның маңызын емес, оның қалай қолданылатынын түсінді. Оның қоры арқылы мыңдаған адам жаңа өмір бастады. Кейбірі бизнес ашты, кейбірі өзіне сенімін қайтарды, кейбірі тек өмірден түңілмей дұрыс жолға түсті. Бір күні оған журналистер келіп сұрақ қойды. Сіз қазір Қазақстандағы ең бай адамдардың бірісіз. Бірақ сіздің өміріңіз қатты өзгерді. Егер сізге бәрін басынан бастауға мүмкіндік берілсе, қай жолды таңдар едіңіз? Қайрат бір сәт үнсіз қалды. Сосын күлімдеп, дәл осы жолды. Өйткені мен осы қиындықтар арқылы өзімді таптым. Егер мен бәрін басынан бастау керек болса, тағы да күресер едім. Себебі жеңіс тек ең соңында берілмегендерге ғана келеді. Журналистер оған телефон соқты. Ал Қайрат күлімсіреп алыстағы күннің шуағына көз тастады. Ол бәрін жеңді. Бірақ бұл тек бастамасы еді. Қайраттың оқиғасы тек бай болу жайлы емес. Бұл адам ешқашан берілмеуі керек екені туралы. Өмір қандай қиындық әкелсе де, адам өзінің тағдырын өзгерте алады. Құлау бұл соңғы аялдама емес, тек жаңа бастаманың баспалдағы. Ең бастысы, ешқашан берілме. Қайрат үшін енді ақша, атақ, мансап бірінші орында емес еді. Ол өзінің басынан өткен қиындықтарды ұмытқан жоқ. Бүгінде ол өзіне емес, өзгелерге көмектесуді басты мақсатына айналдырды. Бір күні ол үлкен бизнес форумда сөз сөйлеуге шақырылды. Залда мыңдаған адам отыр. Көпшілігі табысқа жетудің құпиясын білгісі келеді. Қайрат мінберге шығып, жиналғандарға көз жүгіртті де, баяу сөйледі. Барлығыңыз менің миллионер екенімді білесіздер. Бірақ сіздер менің бомж болғанымды білесіздер ме? Зал тына қалды. Кейбірі сыбырласа бастады. Иә, мен бір кездері көшеде өмір сүрдім. Қоқыстан тамақ іздедім. Аязда тоңдым. Өмірден түңілдім. Бірақ бір ақсақал маған қарапайым шындықты айтты, егер сен өзіңе сенбесең, ешкім сенбейді. Сол кезде мен таңдауды жасадым, өзімді аяп, өмірден бас кешу немесе күресу. Мен күрес жолын таңдадым. Залдағылар үнсіз тыңдап тұр. Егер сіздер табысқа жетуді қаласаңыздар, ең алдымен өз ойларыңызды өзгертіңіздер. Кедейлік ақшаның жоқтығынан емес, сенімнің жоқтығынан басталады. Бір сәтке зал тағы да тына қалды. Сосын ду қол шапалақтау естілді. Көп ұзамай Қайрат тек бизнесмен ғана емес, қоғам қайраткері атанды. Ол Қазақстанда әлеуметтік жобаларды іске қосты. Жастарға кәсіп үйрететін тегін курстар ашты. Бір күні оған жас жігіт келді. Аға, мен де сіз сияқты бомж болдым. Бірақ сіздің хикаяңызды оқып қайта тұруға тырыстым. Енді өзімнің шағын кәсібім бар. Сізге алғыс айтқым келеді. Қайрат күлімсіреп, жарайсың бауырым. Бірақ маған емес, өзіңе алғыс айт. Өйткені сен ешқашан берілмедің. Ол жігітке қарап отырып, өзінің бұрынғы халін есіне алды. Өзінің де бір кезде көмекке зәру болғанын түсінді.
Енді ол өзгелерге үміт сыйлағысы келді. Қайрат бір күні Алматының орталығындағы саябаққа барды. Дәл осы саябақта ол кезінде бәрінен үмітін үзіп, өмірімен қош айтысқысы келген еді. Сол орындыққа отырып терең ойға батты. Егер сол күні қария келмегенде, мен қайда болар едім? Айналасына көз жүгіртіп, бір үйсіз адамды байқады. Ол үстіне жыртық киім киіп, әлсіреген күйде отыр екен. Қайрат оған жақындап, «Аға, сізге көмек керек пе?» Үйсіз адам басын көтерді. Оның көздерінен өмірге деген үміттің әлсірегені анық көрінді. «Сен кімсің?» Қайрат күлімсіреп, «Бұрын мен де сен сияқты болдым. Бірақ мен бір ақылды адамнан бір маңызды сабақ алдым». Ол қалтасынан визиткасын шығарып, «Ертең менің кеңсеме кел. Егер шын өзгергің келсе, мен саған көмектесемін». Үйсіз адам күмәнмен қарады. Бірақ визитканы қолына алды. Қайрат орнынан тұрып саябақтан шығып бара жатып, іштей жымиып қойды. Бәрі осылай басталған еді. Енді мен өзгелерге мүмкіндік бере аламын. Қайраттың оқиғасы тек байлыққа жету емес, адамның өз тағдырын өзгертуге күші бар екенін дәлелдейді. Өмір сені қанша рет құлатса да қайта тұру өз қолыңда. Нағыз жеңімпаз ең соңына дейін берілмеген адам.